Ассалаумағалейкум. Эфирде Қазақстан жаңалықтары. Студияда Талғат Дүйсенбек. Бүгін ақпанның 25-і күн дүйсенбі. Иран делегациясы халықаралық келіссөздерге қатысу үшін Алматыға келді. Басшысын бүгін оңтүстік Астанадағы резиденциясында Қазақстан президенті қабылдады. Иранның ядролық бағдарламасы бойынша 6 жақты келіссөздердің қарсаңында бір топ Будда монахы бүкіл әлемге тыныштық тілеп Алматыда дұға оқыды. Келіссөздердің өзі ертең басталады. Қазақстан тарабы бұл жиында күтуші қызметін ғана атқарады. Адамзат үшін маңызды мәселені әлем державалары Алматыда талқылағанымен, жабық есіктің ар жағындағы кездесуде Қазақстан тарабы шешуші рөлде атқармайды. Форум қарсаңындағы қарбаластан тілшіміз Ержан Шайжан хабардар етеді. Алматыдағы Махатма Ганди ескерткішінің алдында Будда монахтары ертеңгі Иранның ядролық бағдарламасына қатысты келіссөздердің сәтті өтуін тілейді. Монах Дзуньса Терасава осы үшін қиыр шығыстағы Жапониядан ат терлетіп келген. О баста ол түсініксіз себеппен 28-ші панфиловшылар саябағындағы мәңгілік алаудың алдында дұға оқымақ болған. Ол жақтан теперіш көрген монахтар үркердей топ талқылайтын адамзаттың тыныштығы үшін тілек тілеуде. Біз қарапайым адамыз, бізді ол жаққа кіргізбейді, келіссөздер жабық түрде өтеді. Қазір тіпті келіссөз болатын қонақ үйдің маңына да жолатпайды. Әлемге тыныштық тілеген Будда монахтарын былай қойғанда Қазақстан жағы да бұл келіссөздерге қатыспайды. Яғни Алматы қонақтарды күтіп алумен айналысады деуге болады. Дегенмен саясаттанушы Расул Жұмалының пікірінше, қонақжай Қазақстан үшін бұл да мәртебе. Әр проблемаға, мысалы Қарабақтағы проблемаларға қателеспесем 7 жақ қатысады. Таяу шығыс проблемасын шешуге Араб-Израиль соғысын. Бұл жерде квартет 4 тарап. Қалай болғанда тікелей қатыспаса да Қазақстанның жерінде өту, Қазақстан дипломатиясының мәмілегерлігінің нәтижесінде өту, бұның өзі Қазақстан үшін бір жағынан мәртебе, екінші. Жапон монахын алаңдатқан Иранның ядролық проблемасынан алматылықтар хабарсыз. Олар үшін өздерінің мәселесі маңызды. К сожалению, нет. Бұл уақытта Қазақстанның сыртқы істер министрлігі әлемнің алдын қатарлы қауымдастығын келіссөздер сәтті өту үшін барлық жағдай жасаймыз деп сендіреді. Әлемдегі бейбітшілік ісіне аспаз Нұрмұхамед Омаровты өз үлесін қоспақ, келген қонақты дәмдаспен сыйлап жіберем дейді. Қазақ халқы қонақ жайлы, кім келсе де есігіміз ашық, бәрімізді алдымызға салып берем. Палауымыз, бешбармағымыз, пожалуйста, кіріңіздер ішке. Былтырғы жылдың өзінде Иран мәселесін талқылаған алтылықпен ресми Тегеранның өкілдері 3 мәрте келіссөз жүргізді. Олардың ешқайсысы тұшымды нәтиже бермеді. Ержан Шайжанов, Асан Амилов, Алматы, Қазақстан. Иранның ядролық бағдарламасы Астана, Мәскеу, Ереван телекөпірінде талқыға салынды. Тымылы саясаттанушылары Алматыдағы келіссөздерге қатысты болжамдарын ортаға салды. Говорить о том, что бұл келіссөздер ешқандай нәтиже бермейді деп айта алмаймын. Өйткені өздеріңіз білетіндей, 2009 жылдан бері батыс елдері мен ақш бұл мәселені келіссөздер арқылы шешкісі келген. Алайда әлемдегі көптеген елдердің қолдауына қарамастан, бұл ешқандай тиянақты нәтижеге келмеді. Себебі Тегеран ешқандай талаптарды қабылдағысы келмеді. Қазақстандық мамандар болса, Алматы келіссөзінде халықаралық проблеманы шешуде елеулі қадам жасалу мүмкін деп отыр. Сарапшылар Иранның бүгінгі экономикалық санкцияларының қысымында отырған сөз етті. Текетірес дәл осы сарында жалғаса беретін болса, онда әскери қақтығыстар болуы ықтимал деп қауіптенеді бірқатар саясаттанушылар. Бұның әсері көрші отырған мемлекеттерге де тиеді. Иранда қазіргі билік жүйесін өзгерту керек, немесе ирандық билік өзін сақтау шараларын қолға алуы тиіс. Меніңше, биыл жазда 14 шілдеде өткізіледі деп күтіліп отырған президенттік сайлау кезінде Иран тарапы бірқатар келісімдерге келуі мүмкін. Ел дамуының компасын насихаттауға блогшыларға іздеу салынады. Президент Назарбаевтың 2050 даму стратегиясын бағдарға бағалаған мемлекеттік хатшы Марат Тәжин азаматтың пікірін әлеуметтік желіде білдіретіндерді мемлекеттік насихатқа пайдаланғысы келеді. Ол үшін елдегі және шетелдегі жеке сарапшылар, блогшылар мен тәуелсіз және мемлекеттік арналардың жұмысын саралайтын бірыңғай орталық мәліметтер қоры құрылады. Интернетте ол Тәжин тізімі деген атауға ие болды. Тілшіміз Ержан Ибраим Тәжин тізіміне кімдерді енгізуге болатынын саралаған еді.
Мемлекеттік хатшыны елдегі жетекші басылымдар мен телеарналардың ақпаратына көпшіліктің сенбейтін алаңдатады. Мемлекеттік ақпарат қолдарына құйылып жатқан миллиардтаған қаржының қайтарымы аз. Оны шешу үшін Марат Тәжин жеке сарапшылар мен әлеуметтік желілердің модераторлары туралы мәліметтер базасын құрғысы келеді. Мемлекеттік хатшы өзі ел дамуының компас деп атаған елбасының 2050 жылға дейінгі жолдауды насихаттауды осылайша елге танымал блогшыларға жүктегісі келеді. Бұл орталық мәліметтер қоры жұмысын шамамен алдағы сәуір немесе мамыр айында бастауы тиіс. Қол қусырып отыра беруге болмайды. Алға жылжуымыз қажет. Бұл орталық қорды құру соншалықты қиын жұмыс емес шығар. Мұндай тапсырманы бергеніме біраз болды. Бірақ бірде-бір мемлекеттік ұйымда ол жоқ болып шықты. Бұл базаны әлеуметтік желілерде бірден Тәжиннің тізімі деп атап кетті. Интернеттегі бірқатар блогшылардың бастама туралы пікірлеріне қарағанда, олардың мемлекеттік насихатқа қатысты көзқарастары мемлекеттік хатшы ойлағандай салмақты көрінбейді. Блогшылар базасын сатам. Экспо 2017 акциясына айырбастауым да мүмкін. Блогшылар саяхатына шыққың келсе, тізімге ілік. Егер Хабар мен Қазақстаннан оларға тиесілі 150 миллион доллардың 500 долларын тартып алсаң, соның өзі қазнеттегі бәрін сатып алуға да жетеді. Блогшылар тізіміне ілікпеу үшін біразға дейін твиттерімді қоспаймын. Журналист Жәнібек Сүлеев Тәжин тізімінің тым қысқа болатынына сенімді. Елде білікті де кәсіби блогшылар тым аз. Сондықтан әлеуметтік желі белсенділеріне міндет жүктеп, олардан нәтиже күтуге ерте дейді. Блогшылар мен билік арасына қандай көпір қойсаңыз да, дәл қазір өзгеріс болмайды. Осыған дейін де Жаңаөзен шындығын ашу мақсатында оларды билік елегендей болды. Алайда оның нәтижесін көрмедік қой. Тәжин мырзаның қандай мақсатта тізім жасап жатқанын дөп басып айту қиын. Алайда блогшылардың жұмысында өзгеріс болмайды. Оны сеніммен айта аламын. Мемлекеттік насихатта блогшылардың қызметіне билік бірінші жүгініп отырған жоқ. Жаңаөзен оқиғасынан соң шынайы ақпарат талап еткендер үшін Мұнайшылар қаласына блогшылардың жол сапары ұйымдастырылды. Алайда олардың Жаңаөзен оқиғасына қатысты жол жазбаларын қоғамда әртүрлі бағалады. Это лозунг Қажы Амантайға. Тәжиннің тізіміне бүгінгі блогшылардан бұрын Алматы тұрғыны Амантай Қажыны енгізген жөн. Дәл осы танымал белсенді әлеуметтік желілер пайда болмай тұрып ақ, мемлекеттік проблемалар туралы қысқа оран хабарларын ағашқа ілген алғаш блогшы болды. Ержан Ыбырайым, Александр Платонов, Қазақстан, Алматы. Адам құқығын қорғаушыларды қорғау жобасының журналисі Махамбет Әбжан демеу немесе үндемеу атты тәуелсіз журналистерді қорғау науқанының басталғанын жариялады. Ұйым ресми хат жазу мен адвокат қорғау секілді қызметтер ұсынады. Техникалық қызмет қоса көрсетіледі. Темір есіктер, рациялар, бақылау камераларын орнату. Бұл журналистер өздерін қауіпсіз сезіну үшін қажет. Соңғы жылдары Қазақстанда өткізілген зерттеулер елдегі журналистерге қауіп көп екенін көрсеткен. Махамбет Әбжанның пікірінше 4-ші билік өкілдері қазір қолдауға аса зәру болып тұр. Соңғы кезде журналистердің көпшілігі, көптеген журналистер жұмыссыз қалып, сотталып, сондай үлкен нәтижелерді көріп жатырмыз. Бұрын егер активистердің 7 категориясы бойынша кәсіподақ белсенділері үлкен қыспақта болса, бүгін бірінші орынға журналистер шығып отыр. Сондықтан біз осы уақытша бір айлық қоғамдық науқанды жариялауға жөн көрдік. Бүгін КОКП-ның орталық комитетінің атақты 20-ші съезіне 57 жыл толды. Сталиннің жеке басына табынушылықты әшкерелеген жиын туралы Қазақстанда көп еске ала бермейді. Ал республика дәл Сталиннің кезінде ұлттар достығының зертханасы мен сталиндік лагердің еліне айналғанды. Тілшіміз Салтанат Ниязбек тәуелсіз Қазақстандағы Сталинге деген көзқарасты біліп, жалпы жеке басқа табынушылық бар ма деген сұраққа жауап іздеген еді. Қызыл түсті кеңсе коммунистік белгі Сталин жайлы жазылған сансыз кітаптар. Сталиннің жеке басына табынушылық 57 жыл бұрын КОКП-ның 20-шы съезінде сыналса да, алматылық коммунистер партияның бұл шешімімен келіспейді. Коммунист Вячеслав Артемьев Сталинді жамандаған съезд оның отан үшін жасаған ерліктерін өшіре алмайды дейді. Бұл КОКП-дегі антисталиндік төңкеріс болды. 20-шы съезд біздің елдегі және әлемдік социализм жүйесіне өте қатты әсер етті. Себебі объектив түрде қарасақ, съезде Сталин туралы сондай мәлімдеменің жасалуы ештеңемен ақталмайды. Ал қазір Сталин есімі құрметпен айтылмаса да, оның істеріне объективті қарау керек деп ойлаймын.
Саясаткер Жасарал Қуанышалиннің соғысқа қатысқан әкесі тыңшы ретінде айыпталып, сталиндік атақты НКВД-дан талай құқай көрген. Қазақстандағы билікті де ол режим деп атайды және кеңестік режимнен алысқа кетпеген. Сталин заманында, одан кейінгі Брежнев заманында болсын, қайсында болса да, ешқайсысы өздерінің күнін атап өтпеген көз тірісінде. Жалпы ол кезде ондай басшының, президенттің, бірінші хатшының, бас хатшының күні деген болған жоқ. Бізде ол бар, Назарбаевтың жеке күні, бүкіл халыққа мейрам қылып ұсынып, соны таңған. Сол тұрғыдан алғанда Назарбаевтың жеке билік режимі ол асып кетті бұрынғы сол коммунистік кеңестік режимдерден. Жас тарихшылар болса, жеке басқа табынушылықты сынаған 20-шы съезд тақырыбы қазір өзектілігін жоғалтқан деп санайды. Сондықтан бұл тақырып қазақ тарихшылар арасында көп зерттелмеген. Есесіне көрші Ресейде күні бүгінге дейін Сталинді ақтап алу тұрғысында дау барын айтады. Бұл кеңес одағы халқының жаңағы еркіндікке деген бір жол ашты деп айтуға болмайды. Өйткені жаңағы тоталитарлық режимнің орнына өзіндік басқа да халық еркіндігін жаңағы бұғауда ұстайтын басқа биліктік аппараттар келді. Бір аппараттың екінші аппаратына ауысуы болды. Бірақ әрине түбегейлі өзгеріс болды. Себебі Сталиннің жаңағы жеке басына культына деген табынушылық мүлдем жаңағы жойылуға тырысты. Жойылды деп айтады, жойылуға тырысты. Олжан Төлешова бүгінгі демократиялық Қазақстанда жеке басқа табынушылықтың жоқ екеніне сенімді. Дегенмен де кез келген билік ауысқан сәтте Хрущев тәрізді баяндама жасаушылардың аяқ асты пайда болатын тарих талай дәлелдегенін еске салады. Салтанат Ниязбек, Константин Федяев, Қазақстан, Алматы. Құрылысы бітпеген территория комфорта тұрғын үйінің үлескерлері жексенбі күні нысан алдында тағыдан наразылық шарасын өткізді. 30 шақты үлескер жоғарғы соттың шешіміне қарсы. Ол шешім бойынша аяқталмаған құрылыс бастапқы мердігерге қайтарылады, ал үлескерлер болса компанияның құрылысты аяқтап бітіретініне сенбей отыр. Тамызға сенім жоқ! Тамызға сенім жоқ! Тамызға сенім жоқ! Тамызға сенім жоқ! Мұна нысанда мердігер компания Тамыз Инвест Групп үлескерлерге 300-дей пәтер қарыз сот шешімімен бітпеген құрылысты енді осы компания аяқтауы керек. Бірақ компания үлескерлердің сенімінен шығып қалған. Олар 2 жыл бұрын соттасып құрылысы аяқталмаған нысанды өз пайдаларына шешкен. Алайда қарызы тараптың апелляциясын жоғарғы сот қанағаттандырып, енді нысан бастапқы мердігерге қайта өтпек. Үлескерлер соттың осында шешім шығаруында бір гәп бар деп күдіктеніп отырып, енді қашан баспанаға қол жеткізетіндіктерін білмейді. Бұған дейін 8 жыл тосқан. Қаншама жыл квартирадан квартираға біздің үйімізді салып бермеймін жақта. Қаншама елдің бұл үйді тосқан адамдар, тоспағана бұл дүниеден өтіп кеткен адамдар да бар қазір. Парламент алдындағы дербес пикет. Алматы қаласының тұрғыны Гүлсара Алибекова мәжіліс алдына келіп, көпшілік алдында талабын білдірді. Пикетші мәжіліс спикерін қылмысты жасырып отыр деп айыптап, заңсыздықты тоқтатуды талап етті. Бірақ наразылық акциясы ұзаққа созылмады. Полиция бірден араласқан. Я пришла сюда с акцией протеста, потому что в течение 6 месяцев обращаюсь к спикеру Мажилиса парламента Нигматуллину. Либекова 5 жыл бұрын оның қызын Шымкент полицейлері ұрлап кетті дейді. Сол жылы ол мүлкінен айырылған. Пикетші өзіне тізе батырғандар қатарында бас прокуратураның ішкі істер министрлігі тергеу комитетінің қызметкерлері мен оңтүстік Қазақстанның полиция басшылығын атады. Ал спикер Нұрлан Нығматуллинге жарты жылдан бері осы жағдайдың бетін ашу үшін хат жазып келген, жауап жоқ. Никакие законы не работают. Ешқандай заң жұмыс істемейді. Бұл жерде ешбір әділеттілік жоқ. Балам кемтар болып қалды, өмірін тәрк етті. Шенді шекпенділер бұдан қайта пайдаға кенелуде. Автотұрақ төңірегіндегі дау тұрғындарды наразылық акциясына алып шықты. Алматыдағы ықшам аудандардың біріндегі ақылы көлік тұрағын сот орындаушылары босатуды талап еткен. Халық босатпаймыз деп отыр. Гүлжанат Пірімбеттің материалында. Оставьте нам нашу стоянку! Оставьте!
Өткен аптаның аяғында Ауызов ауданында тұратын мына адамдар көліктерін қоятын ақылы автотұрақты босату туралы хабарламаны оққан. Өзін сот орындаушысы ретінде таныстырған адам бағындардың көліктерін айып тұрағына алып кететінін ескерткен. 200-ден астам көліктің иелері енді өздерін кім еркін ұстаған бейтаныстардың кім екенін білмейді ал. Бұл тұрақтан қуатын болса, әркім өз көлігін қалаған жеріне қойып кететін болады. Соның кесірінен өрт сөндірушілер мен жедел жәрдемге аулаларға кіру қиындайды. Сот орындаушысымыз деп келген азаматтар қызметтік куәлігін көрсеткен де жоқ. Исполнитель он нам не показал. Кім ерте келеді, сол қояды есіктің алдына, ал кім кешігіп келсе, қойдан абайдың бойына көшеге қой. Көшеге қойғы болмайды, кім машинасын далаға тастап кетеді. Мүмкін бандиттер шығар көшеде жүрген. Ақша төледі, соны мына қуыңдарды хозяин Сталинкин солай не берген шығар команда. Так что вот я не знаю, кому обратиться, потому что мен бұл мәселені кімнің шешіп беретінін де түсінбей отырмын. Тұрақ иесін таппай отырмыз. Оған ақшасын алса болды. По-моему, пусть власть с ними разбирается, а мы-то здесь при чем? Ал ақылы автотұрақтың иесі белгісіз адамдармен жағадан алысып та үлгерген. Күзетшілер тұрақта болған жанжалдың іздерін көрсетуде. Олардың айтуынша сол оқиғадан кейін бастықтары хабарсыз кеткен. Здесь был начальник платных стоянок. Жұма күні мына жерде жиналыс болды. Ақылы тұрақтың басшысы келді. Соңына таман мына терезелерді қашанды сындырып кетті. Міне, енді біздер мына көліктерді қараусыз қалдыра алмай отырмыз. Бастықтарға звондасақ сөндірулі. Оларды қалай табуды да білмейміз. Телефоны все поменялись, вот только недавно. Тұрғындар өздерін тұрақтан қуып жатқандардың кім екенін жергілікті әкімдіктен білгісі келеді. Алайда қалалық әкімдікке барғандарға жауап беретін шенеунік табылмады. Мы тут с 9 часов стоим, ждем, вышла. Таңғы 9-дан бері осында отырмыз. Ажар Хабиева деген баспасөз хатшысы шығып, хатымызды әкімге жеткізетінін айтты. Одан басқа ешқайсысы бізбен кездескісі келмейтін сияқты. Шақыртудай шақыртып жатырмыз. Енді шыққан хатшы телефонына жауап бермейді. Біз әкімдіктегілерге қой сияқтымыз ғой деймін. Тұрғындар дәл осыған ұқсас оқиға бірнеше жыл бұрын 300 орындық мына автотұрақтың төңірегінде болғанын еске алады. Иелері ауысқан орын содан бері пайдаға аспай, жабайы ит мысықтардың паналайтын жеріне айналған. Ал автотұраққа шабуыл жасаған белгісіз жандар аула тұрғындарына наурыздың 1-не дейін уақыт берген. Гүлжанат Пірімбет, Ринат Абылқайыров, Қазақстан, Алматы. Оңтүстік Қазақстан облысында 12 жастағы қызды зорламақ болған имам ұсталды. Сайрам ауданы Қайнарбұлақ ауылындағы жаңа мешіттің молдасы арам пиғылын Алла үйінде іске асырмақ болған. Облыстың бас имамы оны халық сайлағанын және діни басқармада имам ретінде тағайындалмағанын айтып ақталды. Ал қолға түскен молда өз күнәсін мойындаған. Қарабұлақ ауылындағы Нәсірілла мешіті қазір қаңырап бос тұр. Мешіт ауласындағы кішігірім үйде тұрған ауыл молдасы іле-шала көшкені көзге көрініп тұр. Бос қалған бөлмеде ол жұбайы мен кішкентай баласымен бірге тұрған. Арам пиғылын да алысқа бармай-ақ Алла үйінде іске асырған екен. Ауыл жұрты адам шошыр оқиғаға әлі сеналар емес. Постоянно мешітте еді ғой, келіншегі де сол жерде. Ондай әрекет жасайды деп бізде ойлаған. Қыз зорлап ұсталыпты дейді оны. Сөйтіп естідік бізде. Оның несін бәрі. Өткен жылы қасиетті Рамазан айынан кейін ашылған жаңа мешітке имам Сарыағаш ауданынан көшіп келген екен. Десек те жақын арадағы тұрғындар бұл мешітке сақалдылар көп келеді деп бас сұқпай қойыпты. Ал 26 жастағы ілімді азамат ауылдағы барлық діни шараларды атқарып, жұртқа уағыздарын оқып, көпшілік көңілін ауласа керек. Бізге айтыр сабақ беретіндігін, Құран жаттататындығын, мұғалім сәні араб тілін әріптерін үйреткен бізге сөздің ақиқат. Бірақ ондай аласын неғын білмейміз де, зорлаған екен, зорламаған екен деп. Оны Аллах тағала біледі. Халық жиналып сайлайды. Осындай ілімі бар, оқып келген екен дегеннен кейін сайлайды ғой. Істеді, істемедім білмеймін мен өзім, бірақ адам сенгісіз жағдай. Мысалы, көшедегі басқа біреу істесе деп қоя саласың. Бұл жерден үлкен мәселе, сондықтан өз басым білмеймін, бір Аллах біледі. Отбасы бар, баласы бар, келіншегі бар мысалы. Отбасын бойдағы емес мысалы, үйленген бір баласы бар кісі. Көшеде тұрған, ол өлең басына қарап үйтіп айтпайсың мысалы. Облыстың бас имамы қыз зорламақ болған күдіктінің ресми имам атағы жоқ екенін қадап айтты. Бас муфти бұйрығы шықпас бұрын халық сайлауымен бұл құзыретті имам уақытша атқарады екен. Ол азамат жалпы сол жерде жамағаттың өтінішіменен бауырымыз айтқандай ешқандай бұйрықсыз, неге өйткен бізде бас имам тағайындалғанға дейін сол мешітті, сол елді мекенде жамағаттың өтінішіменен намаз өтіп тұруға біздер рұқсат береміз. Неге өйткені қараусыз қалмау керек мешіт.
ал енді бас имам тағайындау ол алда сол бағанағы жүйеменен жүреді. Арнайы сол бас муфтидің бұйрығымен. Бізде Облыстың бас имамы бұл оқиғаны барынша жасырғанын да жоққа шығармайды. Дінге күйе жағылмауын діттеп деді. Ал Қаршадай қызға қол салған молда қазір қамауда, үстінен қылмыстық іс қозғалды. Егер кінәсі мойындалса, 3 жылға дейін сотталмақ. Ауылда тараған бейресми ақпаратқа сүйенсек, молда құрығына түскен қыздар саны бұдан артық. Бұл тек арыз жазғаны ғана. Қорлық көрген қыздың отбасы мұңымен бөлісуге үзілді-кесілді қарсы шықты. Марал Мүслім, Равиль Хамидов, Оңтүстік Қазақстан облысынан. Тереңөзек қыстағының қарт тұрғыны Зерлаш Әлішерова жоғалтып алған 2 миллион теңгені полиция тауып берді. Жеке үйін сатудан түскен осы қаржыны алып, жолай поштаға соғып 30 мың теңге зейнетақысын қосып, азық-түлік алуға бет алғанда қомақты қаражат қолды болған. Алғанда бір ай продукт алам. Бірақ бұл ақша қалтамда. Қалтамына қалта, осы қалта салдаған. Бірақ ол мықтап орап берді, ол түсетін емес тұғын. Уайымдаймын, бірақ көкірегім онша қорқпайды. Өзім уайымдаймын. Бір табылатындай болады да тұрады. Зейнеткер ертесіне таңертең ғана дабыл қаққан. Ақпанның 21 күні жергілікті полицияға арыз түсірген. Бірақ осыншама соманы тауып береді дегенге аса сене қойған жоқпын дейді зейнеткер. Шұғыл іздестіру шараларының арқасында 2 миллион жергілікті дүкендердің бірінде табылған. Дүкен қожайыны оралған ақшаға тиіспеген болып шықты. Барлық ақша иесіне қайтарылды. Қызыл түсті пакеттің ішіне салып, дүкеннің ішіне зат аламын деп қойып кеткен. Сол жерде дүкеннің егесі Сәтбай есімді азамат, алып ертең сұрақ берсе берермін деп қоймасына қоя салған, бірақ ақша екенін білмеген. Бүгінгі күннің маңызды оқиғалары туралы тілшілер дайындаған жаңалықтарды көрдіңіз. Бізден ақпарат күтіңіз.